38'den ketipti. 39'dan. Қазір бізде қараңыздар. Біз сатып алушылар мен сатушылар зонасын белгілеп алдық, иә? Яғни бұл сатып алушылар, сатушылар зонасы бізде также қай жерде лонгқа ашатын адамдар қай жерде отыр, шортқа ашатын адамдар қай жерде отыр, соны барлық бізге несиеде көрсетеді, иә? Бірақ енді біз сатып алушылар, сатушылар зонасынан біз позиция не істемейміз, қарамаймыз, иә? Өйткені бұл сатып алушылар, сатушылар зонасын біз алдағы стратегияларды үйрену мақсатында не істедік, жасадық. Енді қараңыздар, бізде алдағы уақытта кеше біз сатып алушылар зонасы деп белгіледік, иә, міне. Мынау сатып алушылар зонасы дедік. Енді қараңыздар, осы сатып алушылар зонасын негізгі бұның целі баға өсіп 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 келіп мына жерден лонгқа кету. Негізгі целі сатып алушылардың целі. Яғни мына жерде тұрған жасылдың барлығының целі ол не? Осы жерлерден баға келіп жоғары кету. Осы жерге келіп жоғары кету, осы жерге келіп жоғары кету. Енді бұның екінші жағы бар. Екінші жағы дегеніміз қалай? Осындай біздегі сатып алушылар зонасын брекаут жасайтын болса, брекаут деген уже төмен қарай қиятын болса, бұл зона бізде автоматом неге ауысып кетеді? Шорт зонаға ауысып кетеді. Яғни біз қарап отқан сатып алушылар зонасын брекаут жасап кететін болса, бұл зона бізде не болады? Шорт зона болады. Біз бағамыз қайтадан түсіп барып осы зонаға келген кезде не істейміз? Төмен қарай позиция қарай аламыз. Яғни төмен қарай шорт позиция аша аламыз. Яғни қандай да бір сатып алушылар зонасын брекаут жасайтын болса, онда ол зона бізде не болады? Шорт зона болады. Мысалға, мына жерді көрсетейін. Мына жерде бізде не бар? Сатып алушылар зонасы бар. Міне ровно сол жасылдан алдым. Мына жақ жоқ деп ойлайық. Міне сатып алушылар зонасы. Қызыл мен жасыл кездессе, жасылдың фитилі сатып алушылар. Енді по идее баға бұл жерге келіп жоғары өсу керек еді. Бірақ баға не істей алмады, жоғары қарай өсе алмады. Значит, мына жерде не істеп тұр? Ол брекаут жасап тұр. Яғни сатып алушылар зонасын брекаут жасайтын болса, біз не істейміз? Направление өзгертеміз. Направлениеміз біздің қай жаққа өзгеріп кетті? Төмен қарай өзгеріп кетті. Міне. Яғни сатып алушылар зонасын брекаут жасайтын болса, бұл зона бізде не болады? Сатушылар зонаға ауысып кетеді. Яғни біз сатып алушылар деп қарап отқан зонамызда брекаут жасап кететін болса, бұл зона бізде не болады? Сатушылар зонасы болады. Баға осы жерге келген кезде уже біз не қыла аламыз? Төмен қарай позиция қарай аламыз. Түсінікті ғой. Яғни қандай да бір сатып алушылар зонасын брекаут жасайтын болса, ол зона бізде бағытын өзгертеді. Яғни біз сатып алушылар деп қарап жатқан зонамыз сатушылар зонасына ауысып кету мүмкіншілігі жоғары. Енді қараңыздар, мына жерде мен жасылдың фитилін алып белгіледім. Енді жасылдың фитилі всегда бізге лонгқа аш деген мағына. Енді бұл жерде біздің жасылдың фитилін брекаут жасағаннан кейін, біз направлениемізді ауыстырғаннан кейін, біз тоже не істейміз? Свечамызды ауыстырамыз. Яғни брекаут зона жасаған кезде біз не істейміз? Барамызда астындағы жасылдың фитилінде тұрған свеча фитилді аламыз да артында қызылдың фитиліне қоямыз. Міне. Яғни мен жасылда тұрған фитилді бардым да не істедім? Қызылға ауыстырдым. Бірінші мен мына жасылға қойдым. Одан кейін направление төмен қарай ауысқаннан кейін мен сразу не істедім? Мына қызылдың фитиліне фокус қойдым. Енді бұл қызылдың фитилі, яғни қызылдың фитилін белгілесем, мен не істеймін? Направление шортқа деп қараймын. Міне бағам осы фитилге келді да не істеді? Төмен қарай баға түсті. Значит, мына жерде менде не қылып тұр? Брекаут зонам отработка беріп тұр.
Яғни қандай да бір сатып алушылар зонаны брекаут жасайтын болса, біріншіден мен не істеймін? Артындағы қызылдың фитиліне фокус қоямын. Яғни жасылда тұрған фитилді барамын да қызылдың фитиліне апарып қоямын. Сол кезде бұл менде брекаут зона болады. Яғни брекаут зонамды, менің сатып алушылар зонамды брекаут жасайтын болса, ол сатушылар зонаға ауысып кетеді. Яғни мына жерден біз уже сатып алушылар деп лонгқа қарамаймыз. Біз направлениені не істейміз? Шортқа ауыстырамыз. Қызылдың фитилін белгілеп қойдық. Баға осы линияға келген кезде уже не істейміз? Позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Яғни лонгта всегда қызылдың фитилін белгілейміз. Яғни направление ауысқан кезде. Ал енді шортта қалай? Шортта керісінше сіздер мысалға, мысалыға, қазір айтамын. Сатушылар зонасын брекаут жасағанда қалай болады қазір? Міне, сатушылар зонасы, иә, бізде яғни әрбір қызыл мен жасылдың қасында бізде не бар деген сөз? Брекаут зоналар бар деген сөз. Резистенс зоналар, яғни сатушылар зонасы бар деген сөз. Міне, мына жерде мен мына қызылдың фитилін алдым. Бұл бізде не болып тұр? Сатушылар зонасы болып тұр. Сатушылар зонасында негізі по идее баға төмен түсу керек, бірақ ол не істейді? Жоғары қарай брекаут жасап кетеді. Жоғары қарай брекаут жасап кеткеннен кейін, жоғары қарай брекаут жасап келгеннен кейін мен барамын да не істеймін? Бұл жақта керісінше қызылдың фитилі емес, артында жасылдың фитиліне фокусымды ауыстырамын. Значит, жасылдың фитиліне ауыстырдым деген сөз, ол жерден баға лонгқа кетеді деген сөз. Міне, мына жерден келді да баға өсіп барып, мына жерден не істеді? Тест жасап, жоғары қарай өсті. Яғни сатушылар зонасын брекаут жасап, баға қайтадан осы біз белгілеген жасылдың фитиліне келетін болса, біз не істейміз? Уже жоғары қарай позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Мгм. Мына жерде қараңыздар, иә? Екі свеча. Екі свечамыз. Яғни бұл бізде не болып тұр? Сатушылар зонасы болып тұр. Мына. Мынау бізде не болып тұр? Сатушылар зонасы. Өйткені қызыл мен жасыл бірге кездесетін болса, жоғары жақтан қызылдың фитилі менде не болады? Сатушылар зонасы болады. Бұның негізгі мақсаты баға түсіп бар бос жерге келетін болса, біз неге ашуымыз керек? Шортқа ашуымыз керек. Бірақ, по идее, баға көбінесе не істейді? Брекаут жасайды. Яғни біздің мына зонамыздан өтіп кетеді. Міне жаңа сіздерге айтып жатқан алдын қимау керек деген сол менің. Яғни егер алдын қиятын болса, значит бұл бізде не болады? Мына жерде брекаут болады. Брекаут. Брекаут зона. Түсінікті ғой. Енді брекаут зона болғаннан кейін бірінші правило. Мен барамында қызылда тұрған фитилді барамында артында жасылға ауыстырамын. Міне. Артындағы жасылға не істедім? Фокус қойдым. Значит, жасылдың фитилін белгілесем, ол жерден баға не деген сөз? Өседі деген сөз. Мен когда брекаут жасайды, қайтып баға осы мен белгілеген зонаға келіп тест жасайды. Тест деген қайтадан келу деген сөз. Тест жасайды, уже мен осы жерден не істеймін? Жоғары қарай позиция қарай аламын. Түсінікті ғой? Яғни сатушылар зонасын брекаут жасады. Брекаут жасағаннан кейін артындағы жасылдың фитиліне фокус қоямын. Артындағы жасылдың фитилі бізде не болады? Лонг зона болады. Баға когда осыған келіп тест жасаған кезде мен не істеймін? Жоғары қарай позиция ашамын. Түсінікті ғой? Яғни мынау бізде шорттың варианты, лонгтың варианты, яғни резистенсті
сатушылар зонасын брекаут жасайтын болса, біз направлениемізді осылай өзгертіп жібереміз. Түсінікті ғой?